Қайырлы кеш, қалайсыздар, қалдарыңыз қалай, құрметті оқушылар, әріптестер, ата-аналар. Бүгін біз сіздерге уәде етілген кешкі сабақтарға байланысты номер 4-ші сабақпен жұмыс жасаймыз. Кеше естеріңізде болса, үшбұрыштар санауға байланысты тапсырмалармен жұмыс істегенбіз. Соған байланысты мен ол үшбұрыштар санаудың үй жұмысын қазір мен бөлек жіберемін сіздерге оңай шығарудың тәсілдеріне байланысты. Және жеңімпаздың атында мен уже айттым, жеңімпаз құтты болсын. Күнделікті біз осылай үй жұмысын жасаған балалардың арасынан жеңімпазды анықтап отыратын боламыз. Сондықтан сабаққа қалмай қатысыңыздар, дәптерге жазыңыздар, сызыңыздар міндетті түрде. Қандай да бір қосымша сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде маған жеке WhatsApp-қа шығуға болады, немесе комментарий бөліміне жазсаңыздар, сол жақтан мүмкіндігінше мен жауап беруге тырысамын. Жақсы, бүгінгі сабағымызды енді бірден бастап кетейік. Егер менің дауысым естіліп тұрса, экран көрініп тұрса, міндетті түрде маған кері байланыс жіберіңіздер. Саламатсыздар, қайырлы кеш. Жақсы, көрдім. Так, бірінші тапсырма, енді жалпы математикалық олимпиадаларда, әсіресе облыстық, республикалық кезең болсын, немесе мектепшілік кезең болсын, аудандық кезең болсын, үнемі кездесетін тақырыптардың бірі бізде математикалық ребустарға байланысты. Енді біз күнделікті көріп жүрміз, математикалық ребустарды қосу, азайтуға байланысты келеді, және көбейтуге байланысты бізде күрделі деңгейде болып келеді. Соған байланысты мына бір мысалды қарастырып көрейік. Қалай шығаруға болады екен, қазір көреміз. Мысалы, менде А, Б, С, Д, тура осыны біз баған бойынша 4-ке көбейтеміз. Және шығып тұр Д, С, Б, А деген 4-тен болсан шығып тұр. Енді қараңыз, бұл жерде жалпы кез келген математикалық ребустарға байланысты есептер шығарған кезде біз мына нәрсеге көңіл бөлуіміз керек. Ең бірінші, біз әрбір әріптің цифрларға тәуелді екенін білуіміз керек. Яғни бірдей әріптер бірдей цифрларға тең болатын, және әртүрлі әріптің әртүрлі цифрларға тең болатын міндетті түрде білу керекпіз. Және ең бірінші, біз кез келген математикалық әріптік ребустар шығарған кезде бірінші орында біз қандай әріп бізде нөлге тең болмайды деген нақты біліп алуымыз керек. Ол қандай әріптер болады? Ол бізде ең жоғарғы разрядта тұрған, яғни көп таңбалы санның ең жоғарғы разрядында тұрған сандар бізде ешқашан нөлге тең болмайды. Мынада бізде А-ның мәні, мынада Д-ның мәні. Яғни бізде А нөлге тең емес, және Д нөлге тең емес. Түсініп отырсыздар ғой? Яғни екеуінің мәні нөлге тең емес, нөлден басқа цифрларды қоюға болады деген сөз. Енді қараңыз, келесі талдауды қалай жасаймыз біз? Келесі талдау, мына 4 таңбалы санды 4-ке көбейткенде бізде неше шығып тұр? 4 таңбалы сан шығып тұр, иә? Онда бізде тұрған ең жоғарғы разрядта тұрған санды қараңыздар. Онда біз қалай жасаймыз? Ең жоғарғы разрядта бізде А тұр. Яғни А-ның мәні 4-ке көбейткенде бізде Д-ның мәні шығып тұр. Түсініп отырсыздар ғой? Онда бұл жердегі А-ның мәні бізде қандай болуы мүмкін? Мүмкін болатын. Бізде А-ның мәні 0-ге тең емес екенін білеміз. 1 болады, немесе 2 болады. 3 болатын болса, 4 12 болып, бұн жақта 5 таңбалы сан шығып келеді. Сондықтан менде А-ның мәні 1 болады, немесе 2 болатын білу қиын емес, тура осы жерден. Енді қараңыз, біз осы екі белгілі айнымалдан пайдаланып, біз есеп шығарып көрейік. Егер мен А-ның мәні 1 болсын деп алып көрейін. Мысалы, А-ның мәні тең 1 болсын деп алайық. Онда мына жерде А-ның мәні. Енді қараңыз, 4-тің көбейту кестесінде қандай санды 4-ке көбейткенде 1-мен аяқталатын сан шығады. Яғни 1-мен аяқталатын сан деп отырғаным менде ол 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91 кете береді ары қарай. Бірақ өкінішке орай бізде 4-тің көбейту кестесінде соңы 1-мен аяқталатын сан жоқ. Сондықтан біз А-ның мәні 1-ден болмайды деп осы жерден сызып тастауға болады. Біз қорытынды шығарамыз. Яғни А-ның мәні бізде 1-ге тең емес. Онда А-ның мәні 1-ге тең емес болатын болса, онда А-ның мәні нешеге тең болады деген сөз? А-ның мәні онда бізде 2-ге тең болады деген сөз онда. А-ның мәні мына жақта 2 болады, мына жерде 2 болады. Так, А-ның мәні 2 болатын болса, бізде Д-ның мәні қандай жағдай болуы мүмкін? 2-мен аяқталатын бізде 4 пен 3-тің көбейтіндісі 12, 2-мен аяқталып тұр, немесе 4 пен 8-дің көбейтіндісі 12, ол 32. Ол да бізде 2-мен аяқталады. Енді басқа 2-мен аяқталатын бар ма бізде? 4-тің көбейту кестесі басқа жоқ. Онда біз екі түрлі вариант бар. Д-ның мәні қанша болуы мүмкін деген сұрақты. Яғни 4-ке Д-ны көбейтсек бізде А шығып тұр ғой. Сондықтан мына жақтағы Д-ның мәні қандай цифр болуы мүмкін?
кешірім сұраймын. Қараңыздар, енді біз д-ның мәнін салыстырып көрейік, иә. Д-ның мәнін бірінші мынау бірліктер орнында тұрған д-ға байланысты қарайтын болсақ, енді ол жерде 3-те болуы мүмкін, немесе 8-де болуы мүмкін, ешқандай айырмашылық жоқ. Бірақ бізде көбейтіндінің мәні шығып тұрған мыңдықтар орнындағы д-ның мәнін қарайтын болсақ, мына жердегі д-ның мәні 3 болады десек, ол өтірік. Себебі 4-ке 2-ні көбейтсек, ол 8 ойдағы санмен немесе 9 шығуы мүмкін. Сондықтан д-ның мәні ешқашан 3-ке тең болмайды. Мына жерден бірден сыз тастаймыз. Яғни д-ның мәні 3 емес бізде. Онда д-ның мәні нешеге тең болады деген сөз? Әрине 8-ге тең болады. Мынау 8, мынау да 8. Сонда 4-ке 8-ді көбейтеміз, 32, 2-сін жазамыз, 3 ойда. Түсініп отырсыздар ғой? Енді қараңыздар. Келесі ең маңызды ақпарат. 4-ті b-ға көбейткен кезде бізде 10-нан аспайтын сан шығып тұр мәні. Өйткені 4-ке 2-ні көбейтсек бізде 8, ойдағы ешқандай санды қосқан жоқпыз. 4-ке 2-ні көбейтсек 8, 8-дің өзі шығып тұр. Егер 9 болатын жағдайда мына жерде, онда бізде ойда 1 бар деп, бұл 10-нан үлкен сан деп алуға болатын еді. Онда 4 пен b-ның көбейтіндісінде бізде бір-ақ вариант бар. Қандай болуы мүмкін? b-ның мәні 0 болуы мүмкін, немесе нешеге тең болуы мүмкін? 1-ге тең болуы мүмкін. Болды, осы екі-ақ түрлі жағдай. Мысалы, бұл жерде b-ның мәні бізде 1 болады, немесе 0-ге тең болады. b-ның мәні. Енді бұл жерде b-ның мәні 1-ге тең болу ықтималдығы жоғары, себебі 0-ге тең болады десек, онда бұл жерде есеп шықпай қалуы мүмкін. Сондықтан мен қазір оны да көрсетемін. Мысалы, b-ның мәні 1-де болатын болса, онда 1-мен аяқталатын сан шығу керек. Яғни 4-ке с-ны көбейтеміз, ойдағы 3-ті қосамыз, бізде 1-мен аяқталатын сан шығады. Онда бізде с-ның мәні нешеге тең болады деген сөз? Дұрыс айтасыздар, 8-бен аяқталатын сан. Онда бізде 4-ті 7-ге көбейтеміз, 4 7 28, мына бізде 31, 3-ті қосатын болса 31, 1-ін жазамыз, бізде 3 ойда, мына жақта. Енді 4-ті 1-ге көбейтеміз, 4, ойдағы 3-ті қосатын болсақ 7, с-ның мәні барлық жерде 7-ге тең болып тұр. Сонда 2178-ді көбейтеміз 4-ке, сонда 8712 шығады деген сөз. 0 болмайтынын айтайын. Қараңыздар, егер мен бұл жердегі b-ның мәнінің орнына 0-ді қоятын болсам, онда 4-ке с-ны көбейтіп, ойдағы санды қосқанда 0-мен аяқталатын сан шығу үшін, онда бізде ол 7-ге аяқталу керек қой. Бірақ 4-тің көбейту кестесінде бізде 7-ге аяқталатын сан жоқ, сондықтан бізде оның b-ның мәні 1-ге тең болады. Болды. Басқа вариант жоқ бізде. Сонда берілген санымыз қанша болады екен? 2178 көбейтілген 4 тең болады 8712. Бұл бізде математикалық ребустарға байланысты көбейтуге байланысты тапсырмалар шығарған кезде қолданатын негізгі тиімді тәсілдер. Яғни ең бірінші қандай алгоритммен шығаруға болады деген. Түсінікті ма сіздерге? Есептің шығарылуы. Жақсы, осыған байланысты бір есеп көре салайық. Мысалы, бізге осы әріптік ребустарға байланысты мынадай тапсырмалар беруі мүмкін. Ең үлкен мәні және ең кіші мәніне байланысты. Мысалы, мен АБ қосылған БСД деген бізде 4 таңбалсан берілген болсын, 2 таңбалсан, 3 таңбалсан қосылса, осының маған ең үлкен мәнін табу керек, нешеге тең болады. Және ең кіші мәнін табу керек. Қалай есептейміз? Қараңыздар. Ең үлкен мәнін табу үшін ең бірінші біз кез келген қосындының мәні ең үлкен болу үшін оның әрбір қосылғыш үлкен болу өте маңызды. Сондықтан біз қалай жасаймыз? Бұл жердегі әрбір қосылғыш үлкен болу үшін әрбір қосылғыштың ең жоғарғы разряды үлкен болуға міндетті. Онда қарайық, мына жақта бізде екеуінде де бізде бірліктер бар, және жүздіктер бар, және мыңдықтар бар, Онда ең бірінші біз неден бастаймыз? Мыңдықтардан бастаймыз. Мыңдықтар орнына біз ең жоғарғы, ең үлкен цифрды қоямыз. Ол бізде нешеге тең? 9-ға тең. B-ның орнына 9-ды қоямын, онда мына B-ның мәнінде бізде 9-ға тең болады. Өйткені екеуі бірдей әріп. Значит, бірдей цифрға тең болады. Енді біз жүздіктер орнына қойдық, енді ондықтар орнына қарайық. А бар, С бар. А бір рет қайталанады, С бір рет қайталанады, Онда ең үлкен мәнді табу үшін біз А-ның орнына апарып 8-ді қоямын, С-ның орнына апарып 7-ді қоямын. Келесі B-ның орнына біз қойдық, D-ның орнына апарып келесі біз 6-ды қоямыз. Сонда бізде 976 және 89 деген екі санның қосындысы шығады бізде.
қосамыз, 5 бір ойда, 15, 16 бір ойда, бізде 10, 1065 шығады. Жауап бізде 1065-ке тең. Түсініп отырсыздар ғой? Ары қарай қараңыздар. Егер маған тура осы өрнектің ең кіші мәнін табу керек болса, қарай, ең кіші мәнін табу керек болса, онда b-ның орнына біз керісінше нешені қоямыз? 0-ді қоймаймыз, әрине, 1-ді қоямыз. Онда бізде b-ның мәні 1-ге тең болады. Онда мына жақта v-ның мәнінде 1-ге тең болатын табу қиын емес. Ары қарай біз енді ондықтармен жұмыс жасаймыз. А бар, с бар. А өзі бір-ақ рет қайталанады, және с да бір-ақ рет қайталанады. Онда біз а-ның орнында 2-ні қоямыз. Енді маңызды. Дұрыстап қараңыздар. С-ның орнына мен 0-ді қоямын. Өйткені бізде ол ең жоғарғы разряд емес. Ал т-ның орнына апарып мен нешені қойып беремін? 3-ті қойып беремін. Сонда бізде 21-ге 103-ті қосамыз. Нешеге тең? 124-ке тең. Яғни менде ең кіші мәні 124. Ал ең үлкен мәні 1065-ке тең болады деген сөз. Сонда бізде әріптік ребустарға байланысты кез келген тапсырманың ең үлкен мәні немесе ең кіші мәнін тапқан кезде біз неден пайдаланамыз? Әрбір көп таңбалы санның разрядынан пайдаланамыз. Яғни разрядқа тұрған орнына байланысты біз цифрларды ең үлкен немесе ең кіші қылып қоя беруге болады. Так, түсінікті болса, плюс қойып жеріңіздер өздеріңізге. Міндетті түрде. Жақсы, жақсы, түсінікті. Кеттік онда. Келесі тапсырма. Так, бізде 250 теңгені 100 теңгелік, 50 теңгелік, 10 теңгелік ақшалармен неше тәсілмен ұсақтауға болады дейді сұрақ. Майдалауға болады деген сөз ғой бізде. Так, менде қандай ақша бірліктері бар? Так, 100 теңгелік ақша бірлігі бар. Так, келесі 50 теңгелік бар. Келесі 10 теңгелік бар. Ал маған осылардан пайдаланып қаншаны алу керек? 250 теңгені алу керек. Қалай аламыз? Және неше түрлі тәсіл бар деген сұрақ. Так, бұл жерде қараңыздар. Бізде белгілі бір тәсілмен алуымыз керек. Бұл жерде ең бірінші тәсіл бізде ең үлкен ақша бірлігінен бастаймыз. Яғни мен 250 теңгені мынау 100 теңгеліктен 2 қылып алуға болады ғой. 100 теңгеліктен 2 штук аламыз, және 50 теңгеліктен 1 штук, ал 10 теңгеліктен 0. Мына менде бірінші тәсіл. Яғни 100 теңгеліктен 2 200, 50 теңгеліктен 1 250, 10 теңгеліктен 0, ол бізде 250-ге тең. Так, екінші тәсіл қалай болады? Екінші тәсіл бізде 100 теңгеліктен 2 қалады, қалдырамыз. 50 теңгеліктен 1 емес 0 аламыз, ал 10 теңгеліктен 5 аламыз. Болды, шығады бізде 250 теңге шығып тұр. Енді ары қарай қалай жасауға болады? Үшінші тәсіл. Так, үшінші тәсіл бізде 100 теңгеліктен тек қана 1 алуға болады маған. 1. Қалған 150 теңгені біз 50 теңгеліктен 3 алуға болады. Мынадан 0 алуға болады. Сонда сізде 100 теңгеліктен 1, 50 теңгеліктен 3, 10 теңгеліктен 0. Сонда 250 теңге шығып тұр. Так, төртінші тәсіл қалай болады? Так, өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Тағы қандай тәсілдер бар? Қандай ұсақ ақшалармен майдалай аламыз? Осы берілген тиындардан пайдаланып. Так, 100 теңгеліктен 1 болып қалсын. Енді мен 50 теңгеліктен 3 емес 2 алайын. 2 аламын, 10 теңгеліктен неше алуға болады бізге? 5 алуға болады. Өйткені бізде 100 теңгеліктен 1 ол 100, 50 теңгеліктен 2 100, 200, оған 10 теңгеліктен 5 қоссақ 250 шығады. Так, бесіншісі. 100 теңгеліктен 1 аламыз, 10 теңгеліктен 1 болады, ал 50 теңгеліктен 1, 10 теңгеліктен неше алуға болады онда? 10 штук алуға болады. Себебі 100, 150, 250 шығады. Болды, есеп шықты. Так, алтыншысы. 100 теңгеліктен 1 аламыз, 50 теңгеліктен 0 алайық, 10 теңгеліктен неше аламыз? 15 аламыз. Сонда бізде 100, 10 теңгеліктен 15 болса 150, екеуін қосамыз 250 шығады. Так, келесі.
Жетінші тәсіл қалай? Енді қараңыздар. Енді жетінші тәсілде біз 100 теңгеліктен 0 аламыз, ә? 100 теңгеліктен 0 болсын, алмаймыз. Енді барлығы мен 50 теңгеліктен алайын. 50 теңгеліктен неше болады бізде? 5 болады. Мынау менде 0-ге тең болады. Түсініп отырсыздар ғой? Ары қарай 8-ші тәсіл қалай болады? Белгілі бір заңдылықты көрдіңіздер, иә? Мен 100 теңгеліктен 2 алдым, одан кейін 1 алдым, одан кейін мен 0 алдым. Енді мен 5 теңгелікпен, 50 теңгелікпен 10 теңгелік арқылы аламын барлығын. Так, 100 теңгеліктен 0 болады. Так, 50 теңгеліктен 5 емес 4 алайын. Так, 10 теңгеліктен 5 алайын керісінше. Сонда бізде 200, 250 шығады. Так, 9-ші тәсіл. 100 теңгеліктен 0 болады. 50 теңгеліктен 3 аламын. Так, 150 болады. 10 теңгеліктен 10 аламын. Сонда бізде 10 теңгеліктен 13 теңге алатын болсақ, 100, екеуін қоссақ 150 шығады. Так, тура сол сияқты жерге қайтадан жасайын. Так, мынау менде 100 теңгелік монета, 50 теңгелік монета және 10 теңгелік монета. Енді біз қызылмен жазайық. 10-ші тәсілді мен мына жаққа жазайын. 10-ші тәсіл. 100 теңгеліктен 0 болады. 50 теңгеліктен 2 болады. Так, 2 болса 100, 10 теңгеліктен бізде неше болады? 10 теңгеліктен 15 болады деген сөз. Бізде 150, 100-ге қоссақ 250 теңге шығады. Так, 11-ші тәсіл. Мынау 0 болады бізде. 50 теңгеліктен тек қана 1 аламын. 50 теңге, 10 теңгеліктен 20 штук алайын. Сонда бізде 200 қанша болады? 250-ге тең болады. 12-ші тәсіл қалай болады? 12-ші тәсіл бізде 100 теңгеліктен 0 аламыз. 50 теңгеліктен де 0 алуға болады. Және 10 теңгеліктен 25 штук алсақ болады. Сонда бізде 12-ші тәсіл. Жақсы, сонда бізде барлық қанша тәсіл болады? 12 тәсіл болады. Болды, шықты. Сонда сіз бұл жерде 250 теңгені 100 теңгелік, 50 теңгелік және 10 теңгелік монетамен майдалаудың, ұсақтаудың 12 түрлі тәсілі бар екенін көрсеттік. Бірақ кез келген тәсіл арқылы жазған жоқпыз, белгілі бір заңдылықтан пайдаландық, иә? 100 теңгеліктен ары қарай келесі барлығын 50 теңгеліктен, ары қарай барлығын 10 теңгеліктен соңында солай шықты. Жақсы, түсінікті ма сіздерге? Плюс қоя салыңыздар. Тура осыған ұқсас тапсырмалар болады. Бұл бізде қазір подбор жасау арқылы, кесте құру арқылы шығарып отырмыз. Негізі осыған байланысты тапсырмалар келсе, сізге түсіндіру қажет болса, осындай тәсілмен түсіндірсеңіз, өзіңізге де түсінікті, және тексеріп отырған комиссия мүшелеріне де түсінікті болады. Және белгілі бір заңдылық бойынша жазсаңыз, өте тамаша. Жақсы, кеттік онда ары қарай. Келесі. Так, 10 чемодан мен олардың 10 кілті бар. Қай кілттің қай чемоданға түсетінін неше рет байқап көруге болады. Яғни неше рет салып көрсек бізде қай чемодандан қай кілт екенін нақты ажыратуға болады деген сөз. Неше рет сынап көру арқылы. Қалай ойлайсыздар? Біздің көз алдымызда 10 чемодан бар және 10 кілтіміз бар. Соның ішінде 10 кілтті қай чемоданның кілті қайсысы екенін нақты табу үшін біз қанша түрлі тәсілмен ең аз дегенде байқап сынап көруге болады дейді. Яғни салып көруге болады деген сөз ғой. Бізде қазір жазылып тұрған жоқ, мысалы, бірінші чемоданның кілті, бірінші кілт деген сияқты жазылмаған, араласып кеткен барлығы. Бізге ең аз дегенде қанша тәсілмен қарап көруге болады деген сөз. Так, өз нұсқаларыңызды жазып көріңіздер, қандай болуы мүмкін. 10 тәсіл дейді. Енді 10 тәсіл дегеніміз ол бір идеальный жағдай. Қараңыздар, себебі бірінші кілт чемоданға барамыз, бірінші чемоданға біз бірінші кілтті салып көргенде ол тура дәл келетін болса, ол идеальный жағдай. Бірақ өкінішке орай ондай жағдай болмауы мүмкін, иә? Жақсы, жақсы, түсіндім, иә. Бірге көрейік, қараңыздар. Мысалы, менде 10 чемодан бар. Бірінші чемодан, екінші, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы, жетінші чемодан, сегізінші, тоғызыншы, 10-шы чемодан. Қараңыздар.
менде 10 чемодан бар және қолымда 10 кілт бар, иә, 10 кілт қолымда бар. Мысалы мен бірінші чемоданға бардым, бірінші чемоданға жақындап келдім да, тура қолымдағы 10 кілттің нешеуін салып көруге болады маған? Қалай ойлайсыздар? Неше кілт салып көргенде біз нақты біле аламыз? Дұрыс, 9. Иә. Қараңыз, бұл жерде бірінші чемоданға келеміз, біз тек қана 9 кілт салып көреміз. Егер 9 кілттің барлығы келмейтін болса, онда 10-шы қолымыздағы тұрған кілт тура сол бірінші чемоданның кілті. Біз нақты сенімді түрде айта аламыз, 9 келмейтін болса. Яғни бірінші чемоданға келіп біз 9 рет қарап көреміз, яғни 10-шы кілтті мына жерге қалдырып кетеміз, егер 9 да келмейтін болса. Біз ең бір жаман жағдайды қарастырып жатырмыз. Енді қараңыз, бірінші чемоданға біз бірінші кілтті қалдырып кеттік. Енді ары қарай екінші чемоданға барамыз, біздің қолымызда 9 кілт бар. 9 кілттің нешеуін сынап көруге болады? Әрине, тек қана неше кілтті? 8 кілтті. Себебі 9 кілттің ішінде қолымызда тұрған 8-ін қарап көретін болсақ, егер 8 де келмейтін жағдайда, онда бізде 9-шы кілт тура сол екінші чемоданның кілті болып қалады. Яғни екінші чемоданға келіп біз 8 рет байқап көреміз. Ары қарай үшінші чемоданға келдік, бізде уже 2 кілтті бірінші, екіншіге тастап кеттік. Онда бізде қолымызда қанша кілт бар? 8 кілт бар қазір. 8 кілт. Онда біз үшінші чемоданға барып не істейміз? Тек қана 7 кілтті байқап көреміз. Тек қана 7 кілтті байқап көреміз. Түсініп отырсыздар ғой? 7-еуі де келмейтін болса, онда соңғы 8-ші кілт бізде үшінші құлыптың кілті болады. Тура сол сияқты 4-ші чемоданға барып біз тек қана 6 кілтті байқап көреміз. 5-ші чемоданға барып тек қана 5 кілтті байқап көреміз. 6-ші кілт соныкі болады, егер келмейтін болса. 6-ші чемоданға барып біз 4 кілтті байқап көреміз тек қана. 7-ші чемоданға тек қана 3 кілт. 8-ші чемоданға тек қана 2 кілт. 9-ші чемоданға 1 кілт. Ал қолымызда қалған 1 кілт бізде, ол міндетті түрде 10-шы чемоданның кілті болады, оны сынап көрудің қажеті жоқ, маған 0 болады. Сонда осылардың барлығын қосатын болса, 1-ден бастап 9-ға дейінгі мүмкіндіктердің, онда бізде барлығы қанша болады? 45 болады деген сөз. Жауап бізде 45-ке тең. Жақсы, түсінікті. Егер сіздерге түсінікті болса, міндетті түрде плюс қоя салыңыздар. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде қойыңыздар. Жақсы, кеттік онда. Ары қарай. Жақсы, кеттік келесі тапсырмаға. Так, үстел үстінде қант салынған 9 пакет тұр. Қант салынған. Олардың біреуінің массасы 3 килограмм, біріншісінің массасы. Бізде нешеу бар дейді? 9 пакет бар дейді. Қараңыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 пакет бар, е? Так. Бірінші пакетте бізде 3 килограмм. Так, екінші пакетте бізде 1 килограмм ауыр. Яғни 4 килограмм, 5 килограмм, 6, 7, 8, 9, 10, 11 килограмм. Осы пакеттерді салмақтар бірдей болатындай 3 рюкзакқа қалай бөлуге болады дейді. Және әрбір рюкзакта қанша килограммнан болуы мүмкін деген сұрақ. Жақсы. Өте оңай ғой дейді, иә. Өте жақсы балалар, иә, дұрыс айтасыздар. Барлығын қосып 3-ке бөліп тастауға болады.
немесе одан да оңай тәсіл бар. Бізде барлығы 9 пакет болғандықтан, ең бірінші біз әр адамдан, әрбір топта үш рюкзактың әрқайсысына қанша пакет салуға болатынын бірінші зерттеп алуымыз керек. Яғни менде 9 пакет бар. 9-ды мен 3 рюкзакқа бөлетін болсам, онда бізде 3 пакет болады бір рюкзакта. Яғни әрбір сумкада бізде 3 пакет салуға болады. Дұрыс келсем, барлығын бірінші қосып алып, үшке бөліп тастауға болады. Бірақ енді ол сәл ұзақ процесс болып кетуі мүмкін, онымен де шығаруға болады. Немесе басқа қандай тәсіл бар, оңайлау тәсілдерден. Мәндері бірдей болатындай, иә, үшеуінің. Енді бұл жерде 9 пакеттің барлығын қосатын болсақ, бізде нешеге тең екені түсінікті, қалай шығару керек екенін. Жауаптарыңызды қарап көрейік. Жақсы. Көбіміз мына тәсіл шығарып жатыр екенбіз. Барлығын қосатын болсақ, бізде 63 болады, иә? 63 килограмм. Так, онда біз 63 килограммда жай ғана 3 рюкзакқа бөлетін болсақ, әрқайсысында қаншадан болады? Дұрыс 21 килограмм болады, иә. Әрбір топта. Енді біз 21 килограммды қалай аламыз? Ең бірінші 21 килограмм бізде ол қайсысы болады? 3, 7, 11. Қазір қызылмен алайын мен. 3, 7, 11. Осы үшеуінің қосындысы менде бірінші рюкзакта 3, 7, 11. Бізде 21 килограмм шығады. Так, екінші пакетте не болады? Екінші пакетте бізде қандай болады? Жазып жіберіңіздер. 21 шығу үшін. Дұрыс, 4, 8 және 9 алуға болады, иә? Сонда бізде 4 қосылған 8 қосылған 9 тең болады. 21 килограмм шығады бәрібір. Келесі ең соңғысы қалған сандар 5, 6, 10, иә. Үшіншісі бізде 5, 6, екінші екеуі қайталанып кетті. 5, 6, 10. Сонда 11, 21. Сонда бізде бірінші қорапта 3, 7, 11 пакеттер, ал екінші рюкзакта бізде 4, 8, 9. Үшінші рюкзакта бізде үшінші сумкада 5, 6, 10 болады. Бірақ барлығының қосындысы әрқайсысы 21-ге тең болып тұр. Болды, шықты. Так, бәріңізге түсінікті ма? Бұл енді бізде бөлуге байланысты тапсырмалар шығарған кезде міндетті түрде барлық қосындыны біз 3 топқа бөліп алуымыз керек, міндетті түрде. Сосын барып шығару оңайырақ. Басқа қосымша сұрақ жоқ дейді. Жақсы, кеттік онда. Так, екі таңбалы санның цифрларының қосындысы 6. Егер осы санға 18-ді қоссақ, цифрлар кері ретпен жазылған бастапқы екі таңбалы сан пайда болады. Осы екі таңбалы санды жазыңыздар. Қараңыздар, бұл тапсырманы шығармас бұрын сіздерге мен есептің қысқаша түрде берілуін жазайын. Так, екі таңбалы сан деп отырған менде А, Б деп алайын. Және цифрларының қосындысы қанша деп берілген? 6 деп берілген. Яғни 6 А мен Б-ның қосындысы тең болды 6-ға тең. Яғни ең басты шарт осы. Ары қарай, егер осы санға, осы сан деп отырған менде А, Б деген санға 18-ді қоссақ дейді, цифрлары кері ретпен жазылған бастапқы екі таңбалы сан, яғни БА деген екі таңбалы сан пайда болады дейді.
цифрлар кері ретпен жазылған. Ол қандай сандар болуы мүмкін? Давайте 1 минуттай уақыт берейік. Өздеріңіз шығарып көріңіздер. Қандай жауап болуы мүмкін? Яғни бастапқы екі таңбалы санның цифрларының қосындысы 6-ға тең. Және оны бізге бастапқы санға 18-ді қосатын болсақ, ол шыққан сан бізде бастапқы санның цифрлары кері ретпен жазылған форматта келген. Жақсы. Енді қараңыз, цифрлардың қосындысы 6-ға тең болатын сандар деген қайсысы бізде? А, Б-ның мәні және А мен Б-ның қосындысы менде нешеге тең? 6-ға тең деп тұр, Ол қандай сандар бізде? Так, 60 болуы мүмкін. Бірақ 60-тың кері ретпен жазылған 0,6 деп ала алмаймыз, сондықтан мына жауап бізде болмайды. Бірден сызсауға болады. Так, бастапқы санымыз бізде 15, кері ретпен жазылған 51. Бірақ енді 15-ке 18-ді қоссақ 51 шығады десек бұл өтірік, сондықтан мен 15-ті алмаймын. Келесі 24 қосылған 18 тең болады бізде мынаның кері ретпен жазылған 42 шығу керек. Бірден жауабын табылған сияқтымыз. 24-ке 18-ді қосатын болсақ бізде 42 шығады ғой. Так, 30, 42. Сонда уже болды. Бастапқы берілген санымыз не болады? 24 болады. Ал 24-тен басқа қандай сан болуы мүмкін? Бізде 33-тің өзі болмайды. Өйткені цифрларын ауыстырсақ, бәрібір де ол 33-ке тең болады. Сондықтан жауап қанша болады бізде? 24 деген сан. Яғни 24-ке 18-ді қосамыз, бізде 42. Яғни шыққан мән бастапқы санның көп таңбалы саны кері ретпен жазылған түрі. Түсініңіздер ғой, Яғни кез келген осы көп таңбалы сандарға байланысты есептер шығарған кезде әріптермен өрнектеп алу негізі оңайырақ шығаруға болады. Ал бұлай ауызша түрде шығару қиын. Сондықтан әріппен өрнектеп алуларыңыз керек. А, Б немесе А, Б, С үш таңбалы сан болса солай. Кеттік ары қарай. Келесі. 3 жыл бұрын ағасы мен қарындасының жастарының қосындысы 15, 3 жыл бұрын. Енді бізге сұрап жатыр, 3 жылдан кейін екеуінің жастарының қосындысы қанша? Он бесте болған дейді, 3 жыл бұрын, 3 жыл бұрын. Ал қазіргі жастардың қосындысы мен білмеймін қазір. Бірақ бізге сұрап жатыр енді 3 жылдан кейінгі мәні қаншаға тең болады. Так, жауабын жазып көріңіздер, көрейік бірге. Жақсы, өте жақсы. Қараңыздар. Қарақ, Мысалы бізде екі адам ғой, ағасы және қарындасы. Маған қазіргі жастардың қосындысын табу үшін 15-ке қосамын 3 көбейтілген 2-ні. Өйткені бір адам 3 жас қосатын болса, екіншіде тура сондай қосады. Сондықтан ағасы мен қарындасының жастарын табу үшін мына бізде 21-ге тең болады. Яғни қазіргі жастарының қосындысы олардың 21. Жақсы. Енді маған 3 жылдан кейінгісі керек, Онда біз 21-ге тағы да 3 көбейтілген 2-ні қосып береміз. Сонда қанша болады? 27-ге тең. Жауап менде 27. 3 жыл бұрынғы жастардың қосындысы 15 болатын болса, онда 3 жылдан кейінгі жастардың қосындысы бізде 27-ге тең болады. Так, 15-ке қосамыз. Жақсы, 27 болады. Жақсы. Түсінікті болса кеттім мен аны келесі тапсырмаға. Так, асанға әрбір қабатқа көтерілу үшін 18 баспалдақ басып өту қажет.
қажет. Егер ол өз үйіне жету үшін барлығы 54 баспалдақ басып өткен болса, онда Асан қай қабатта орналасқан? Жақсы, жауабын өздеріңіз көріңіздер қазір шығарып. Ә, әрбір қабатқа көтерілу үшін әрбір қабатқа 18 баспалдақ басып өту қажет дейді. Егер ол өз үйіне жету үшін 54 баспалдақ басып өткен болса, онда Асан қай қабатта тұрады дейді. Үшке тең болады ғой дейді. Аха. Түсіндім. Үш қайдан шықты сіздерде? 54-ті 18-ге бөліп 3 шығарып отырмыз. Сонда ол 3-ші этажда болады. Солай ма? Жақсы. Қараңыздар. Бір баспалдақ бір этажға көтерілу үшін оған 18 баспалдақ қажет болса, келсем 54-ті 18-ге бөліп тастаймыз. Бізде 3-ке тең болады, 3. Яғни ол 3 аралықты басып өтті ғой. Мысалы, мен мына жерге қарапайым түрде көрсетейін. Мына менде көп қабатты болсын. 1, 2, 3, 4, 5. Енді біз қарайық. Ол 3 этаждың баспалдағын басып өтетін болса, 1, 2, 3. Онда ол бірінші этаж, екінші этаж, үшінші этаж, төртінші этаж. Ол бізде төртінші этажда тұратын бірден көруге болады. Яғни, мына 3-ке мен бірді қосып беремін, сонда төртінші этажда тұрады деген сөз. Болды. Не үшін қосып бергенім түсінікті ғой. Мысалы, сіз өзіңіз 5-ші қабатта тұратын болсаңыз, этаж үйде, онда сіздің астыңызда өз этажыңызға келу үшін 4 этаждың баспалдағын басып өтесіз. Келісесіз ғой. Егер сіз 5 этаждың баспалдағын басып өтетін болсаңыз, сіз 6-ші этажға кетіп қаласыз. Мысалы, мен 10-ші этажда тұратын болсам, онда 9 этаждың баспалдағымен басып өтемін, өзім тұрған этажға келемін. Түсіндіңіздер ма? Жақсы. Түсінікті болса. Жақсы, құрметті оқушылар, құрметті ата-аналар, әріптестер, бүгінгі сабағымыз осы араға дейін болсын. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде жазсаңыздар болады. Үй жұмысын қазір 5-10 минут ішінде WhatsApp топтарыңызға жіберемін. Бүгін сәл көбірек есеп беріледі. Барлығын шығарамыз. Мүмкіндігінше мен қайда жіберу керек екенін айтамын. Және келесі ертеңгі сабақтың басында біз үй жұмысын міндетті түрде талдау жасайтын боламыз. Жақсы, сау болыңыздар. Келесі сабақта кездескенше.